Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Ол 1902 жылы Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. 1908-1910 жылдары ауыл молдасынан діни сауатын ашқан. 1916-1918 жылдары Қостанай уезінің Обаған болысындағы 2 сыныптық орыс мектебінде, 1921 жылы Пресногорьков жоғары бастауыш мектебінде оқыған. 1923-1926 жылдары Орынбордағы жұмысшы факультетінде Сәбит Мұқановпен бірге оқиды. 1927-1928 жылдары Бурабай орман шаруашылық техникумында оқытушы, 1928-1932 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының бас редакторы, 1934 жылы Қазақ әдебиеті, 1935 жылы Социалистік Қазақстан газеттерінде бас редактор қызметтерін атқарады. 1938-1955 жылдары бірыңғай шығармашылықпен айналысқан. 1956-1957 жылдары Араш Мел журналының бас редакторы. 1956-1961 жылдары және 1964-1966 жылдары Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы, 1959-1985 жылдары КСРО жазушылар одағы басқармасының хатшысы қызметтерін атқарады. Ғабит Мүсірепов әңгіме жанрын, әсіресе әйел ана бейнесін өркендетуге зор үлес қосқан. Оның ананың анасы, ашынған ана, Ақлима, тағы басқа әңгімелері, бір адым кейін екі адым ілгері, Ұлпан повесі мен Оянған өлке, Қазақ солдаты романдары бар. Сондай-ақ Қыз жібек, Қозы көрпеш, Баян сұлу опера либреттоларының, тарихи тұлғалар өміріне арналған Амангелді, Ақан сері, Ақтоқты, Қайран, Майратта драмалық шығармалардың авторы.